Электронды сатып алуда кәсіпкерлер үшін қандай жеңілдіктер жасалып жатыр? Өндірушілердің әлеуетін алмастыру және арттыруда Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы қандай қадамдарға барып отыр? Сатып алу процесін цифрландыру мен мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қарастырылған жаңа жағдайлар жөнінде айтатын боламыз. Өздеріңізбен бірге басты тақырып әдеттегідей кеш жарық. Қайырлы көрермен және Мейрамгүл Мәдәлі. Бүгін біздің студиямызға келіп отырған қонағымызбен таныстыра кетейін. Самұрық-Қазына контракт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі импортты алмастыру, тізілімдер және талдау департаментінің бас менеджері Риза Кеншімбаева. Ханым, қош келдіңіз. Риза ханым студиямызға. Енді жалпы көрерменге түсінікті болу үшін түсіндіре кеткеніміз жөн шығар. Мүмкіндік болса экранға берсеңіздер. Самұрық-Қазына компаниялар акционерлік қоғамына бұл жерде арнайы электронды сатып алу алаңы бар. Ол zakup.skan.kz деп аталады. Беріңіздерші экранға көрермендеріміз үшін. Бұл негізінен бұл ашық алаң, электронды ашық алаң. Бұл жерге кез келген кәсіпкер тіркеле алады. Кез келген кәсіпкер бұл жерден сатып алулар жүргізе алады. Бұл жерде тауарлар, қызметтер, басқа да әртүрлі осы Самұрық-Қазына компаниялар тобына жататын компаниялардың сатып алулары өткізіледі. Бүгінгі әңгіме осы жөнінде. Енді осы жерде мынандай бір сауал туындайды. Самұрық-Қазынаның электронды осы сатып алу алаңында бүгінде шамамен 48.187 тауар, 1835 қызмет және 521 жұмыс тіркеліпті. Жыл өткен сайын менің білуімше осы алаңда байқауға қатысатын ережелер кәсіпкерлер үшін жеңілдетіліп келеді екен. Білуімше енді кәсіпкерлерге нақты қандай жеңілдіктер жасалды, айта кетсеңіз? Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Сіздің айтқанына сындарыңызға қатысты айтып кетсем, ол біздің сатып алу процесінде қолданылатын бірыңғай анықтамалық туралы айтып тұрсыз. Ол жерде сіз айтқандай соншама тауарлар мен жұмыстар және қызмет көрсетілетін қызметтердің түрлері бар. Ал енді осы жеңілдіктер туралы айтсақ, барлық холдингтің стандартта қарастырылған жеңілдіктері ол тауар өндірушілерге қатысты. Мысалы, біз холдингте тауар өндірушілердің екі тізілімін жүргіземіз. Бұл тізілімге кіру үшін бұрын кезде көп құжаттар беру керек болатын. Ол өзінің өнімі туралы ақпарат, өтінішін береді, өндіріс алаңы туралы, қандай өндірістік нелер қолданады жұмысында, шаралар, процестерінде, соның бәрін беретін. Қазіргі кезде осы тізімге кіру үшін тек екі құжат береді. Өтініш, сонымен қатар сертификат СТКЗ деген ұлттық кәсіпкер палатасы беретін СТКЗ немесе индустриалдық сертификатты ғана береді. Осылайша осы тізімге кіру жеңілдетілді. Әрине, бұның кіру мерзімі қысқартылды. Бұрын 10 күн ішінде шешім қабылданса, қазір бұл 5 күннің ішінде қабылданады. 5 күннің ішінде қабылданады. Негізі стандарт бойынша кешіріңіз 7 күн қарастырылған, бірақ тәжірибеде бұл ары кетсе 5 күн алады. Мұның барлығы жаңа өзіңіз ресми өкіл болып отырған Самұрық-Қазына контракт жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тарапынан қадағаланады, Әрине. Мен білуімше. Сөзіңізді қостай кеткім келеді. Бұрын соңды мысалы кәсіпкерлер жаңа өзіңіз айтып отқан құжаттардың барлығын оның үстіне қағаз жүзінде жасап, оны электронды түрге ауыстырып бәрін тіркейтін болса, жүктейтін болса жаңағы сайтқа, соңғы уақытта мен байқап жүрмін, сіздерде дайын өтініштер тұрады екен, дайын қосымшалар тұрады. Барлығы электронды түрде, кәсіпкер тек қана кіреді, сол жерде толтырады электронды түрде, электрондық цифрлық қолтаңбасын қалдырады, сол арқылы процесс жеңілдетілді. Енді осы процесске қатысушы кәсіпкер біздің студиямызға тікелей эфирге шығып тұр, скайп арқылы. Қоссақ, мүмкіндік болса, Гүлмира Қайратқызы, Медиатур жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры. Қайырлы кеш, Гүлмира. Қайырлы кеш. Біз енді Самұрық-Қазына контракт жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметі, оның ішінде порталдың электрондық алаңның қызметі жайында айтып жатырмыз. Кәсіпкер ретінде қаншалықты жиі пайдаланасыздар осы алаңның қызметін? Жалпы күнара кіріп тұрамыз осы алаңға. Осы біздің тренингке қатысатын түлектер осы портал арқылы қатысуға үйренеді. Және де дәл осы тақырыпқа арналған эфирге қатысуды мақсаттаған едім. Жалпы біздің өзіміздің бір сұрағымыз бар еді. Қойыңыз. Біріншіден, ойналатын лоттардың ішінде 80% холдинг өндірушілердің
субъектілерінің арасында ойналынады. Осыған келсек, бұл басымдыққа қалай ие болуға мүмкін және Қазақстанда өндірілетін тауарлардың көбі Қазақстанда өндірілмейтінін білеміз, ол анық, иә. Сондықтан осы басымдыққа қандай компаниялар ие? Жалпы үш басымдық бойынша осымен бірге холдингке кіретін ұйымдар мен мүгедектер ұйымдарының арасында жүргізілетін лоттар самұрық қазына порталында шығатын барлық лоттарының ішінен қанша пайызды құрайды? Қандай құжат негізінде? Түсінікті. Көп рахмет, Гүлмира. Аталған мәселеге қатысты жауабыңызды тыңдай кетсек. Жаңа айтып кеттім, осы самұрық қазына қорында тек осы Қазақстанда өндірілетін тауарлар бойынша солардың осы тізілімге кірген компаниялардың арасында сатып алу өткізеді. Бұл сатып алуға сол компаниялар қана қатысады. Соларға басымдық беріледі бұл сатып алудан. Яғни біз егер цифрлар жөнінде айтсақ, 5600-ге жуық тауарды осы жоғарыда аталған тізілімнен сатып алуға холдинг компаниялары міндетті. Міндетті. Ал енді бізде қазір барлық процесс автоматтандырылған. Мысалы, осы тізілімдерді біз осы аталған электрондық алаңда қарастырып сүйемелдейміз. Құрастырамыз және сүйемелдейміз. Оған кіру үшін алдымен осы алаңда тіркеліп, өзінің шығаратын өндірімдерінің бағаларын көрсету керек, содан кейін өтініш береді. Яғни өтініш бергеннен кейін бірақ құжат береді, ол сертификат. Ал сол сертификат оның тауар өндіруші екенін растайды. Отандық тауар өндіруші екен. Отандық тауар өндіруші екен. Мұндай сертификатқа отандық қызмет көрсетушілер ие бола ала ма? Әлде тек қана тауар өндірушілерге ғана қатысты ма? Бұл жерде біз тек тауар өндірушілер туралы, тауарлар туралы айтамыз. Бұл тізілімде тек тауар өндірушілер кіреді. Өндірушілер кіреді, және бұл сертификатты Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы береді. Ұлттық кәсіпкерлік палатасы береді. Екі түр сертификаттың, ол индустриялық сертификат немесе СТКЗ деген сертификат. Түсінікті. Енді осы жерде Гүлмира қойған екінші сауал болды, ол мүгедектік ұйымдарға қатысты. Менің білуімше, расында сіздерде осы мүгедектік ұйымдарға қатысты қандай да бір жеңілдіктер бар, сатып алулар кезінде. Ол қандай жеңілдіктер? Және де мынандай сауал туындайды осы жерде. Мысалы, кәсіпкерлердің компаниясында бір ғана адам мүгедектігі бар болса, немесе екі ғана адам, бірақ негізгі басқа қызметкерлері аяқ қолы 12 мүшесі сау азаматтар болса, бұл компанияларда жаңағы сайтта берілетін мүгедектігі бар ұйымдардың қатарына жата ма, солардың жаңағы сіздерден жасалатын жеңілдіктеріне қол жеткізе ала ма? Мен осы жаңа рахмет Гүлмира ханым, Гүлмира ханымды көп рахмет айтамыз өзіңізге. Ал мен жаңа осы айттым ғой, екі тізілімнің біреуі ол осы мүгедектер жандар санында бар ұйымдардан қалыптастырылады. Бұл жерде бұндай талаптар бар. Мысалы, мүгедек жандардың саны немесе оның еңбек ақы төлеу бойынша шығыстары 51%-дан кем болмау керек. Осындай талап бар. Ал осы компаниялардан бұл әсіресе мына тігін бұйымдарын және типография өнімдерін шығаратын компаниялар. Осы жерден біз 58 тауардың түрін сатып алуға міндеттіміз. Холдинг компаниялары 58 тауардың түрін осы мүгедектер жандардан құралатын тізілімнен сатып алады. Ұйымдардан, осы ұйымдар. Бұл негізі жақсы мүгедек азаматтар қызмет ететін кәсіпкерлер үшін жасалған арнайы жеңілдік қой, менің түсінгенім бойынша, Әрине, холдинг тарапынан бұнда қолдау көрсетіледі, солардың шығаратын тауарларына үнемі сұраныс болады. Холдингтің тауар өндірушілердің тізіміне шамамен 842 отандық тауар өндірушісі бар, 28.090 тауардың атауымен кіреді екен. Оның ішінде холдингтің мүгедектер ұйымдарының, яғни кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын мүгедек жеке тұлғалардың тізіміне шамамен 42 отандық тауар өндірушілер 4134 тауардың атауымен кіреді. Осы жерде бір нәрсені анықтай кетейік. Демек, мүгедектік ұйымдар алдын ала тіркеледі сіздерде. Бұл қалай дәлелденеді? Мен айтып кеткендей, осы электрондық алаңда оларды тіркеліп, өзінің шығаратын ұйымдар өнімдерінің бағасын көрсетіп, сол алдыңғы болатын сол тендерлерді күтіп отырады.
Ал сол тіркелген өз адрестеріне сол тендерлер басталған кезде сол шақыру алады. Осылай олар электронды түрде ешқандай құжат бермей, ешқандай мазаламай бізді деген сияқты өз көрсеткен электронды адрестеріне келетін шақыру алады, яғни қатыса алады. Түсінікті, бірақ тағы да ескерте кетейік, бұл жерде 50%-дан кем болмауы керек, яғни мүгедектігі бар азаматтардың 51%-дан кем болмауы керек. Қызметкерлерінің саны. Мен тағы да бір айтайын дегенім, осы қазір бізде міне пандемия кезінде болған қиындықтардың арқасында міне көп мүгедек компаниялары, мүгедек жандар жұмысқа шыға алмай, олардың осындай еңбек ақын төлей алмай қалған жағдайлары бар. Сондықтан қазіргі кезде біз біраз жеңілдіктер қарастырылып жатырмыз. Серіктестіктің тарапынан холдингке, қорға бізден бір ұсыныстар жіберілді, осы жеңілдету туралы. Мәселен? Болашақта тек қана осы мүгедек жандардың санын ғана растайтын болса деп ойлап отырмыз. Ал мынандай еңбек ақысы туралы ақпаратты қарамауға тырысамыз. Расында мүмкіндігі шектеулі жандарға және осы салада кәсіппен айналысатын азаматтарға үлкен жеңілдіктер деп айтуға болады бұл мәселені. Енді тағы бір мәселе, сіздер берген бір сұхбаттарыңызда былай депсіздер, осы жылдан бастап біз алдын ала біліктілікті іріктеудің жаңа моделіне көштік депсіздер. Енді алдын ала біліктілікті іріктеу тегін және қысқа мерзімде өткізіледі дедіңіздер. Жалпы осы алдын ала біліктілікті іріктеу не үшін қажет? Және ол қандай кәсіпкерлерге басымдықтарды береді? Ал енді міне алдын ала іріктеу туралы айтсақ, бұл мынандай бір процесс. Холдингтің компаниясы мен қордың компаниясы ұлттық кәсіпкер палатасының өкілдерімен қоса отырып, бір қатар тауарлар мен жұмыстар және көрсетілетін қызметтерге бір талаптар белгіленеді. Ол талаптар, яғни бәр тауарларға емес, осы холдинг компаниялар үшін стратегиялық маңызы бар, оның тікелей жұмысына тікелей әсер ететін сондай бір тауарлар ғана. Ондай бір 9-7 тауар, жұмыс және қызметтің түрі. Соларға ғана осындай алдын ала біліктілік критерийлер белгіленген. Ал енді осыған қатысады деген компанияларға алдын ала оларды осы критерийлерге бағалайды. Яғни сол компаниялар кейіннен осындай тендерларды ПКО 2.0 дейміз ғой, орысша айтқанда, соны күтіп отырады. Сондай тендерлер тек сол ПКО 2.0-ді өткен компаниялардың арасында өткізіледі, соларға басымдылық беріледі. Басқа компаниялар қатыспайды бұл тендерларға, сатып алуларға. Яғни сатып алудың тиімділігін арттырамыз, оның сапасын арттырамыз. Егер бізде бұрын осындай тұтынушылар, осындай тауар жеткізушілер қатыспай қалу себебінен болмай қалған, мысалы сатып алулардың деңгейі өте жоғары болған, ол 59%-ға дейін барған. Қазір осы ПКО 2.0 моделінің арқасында біз ондай көрсеткішті төмендетіп, ол қазір 1%-дан аспайды. 1%-дан аспайды тіпті, Тамаша, тағы бір мәселе бар осы жерде. Ол импортты алмастыру тауарлар пулы деген арнайы тізім бар екен, сіздерде. Бұл тізімге кімдер кіреді? Және бұл тізімге енген кәсіпкерлерге қандай жеңілдіктер жасалады? Мүмкіндік болса, бізде арнайы дайындалған графика бар. Тіпті жаңа өндірістер құру бағдарламасы шеңберінде Самұрық-Қазына акционерлік қоғамының компаниялармен 77,7 миллиард теңгенің сомасына 150 офтей келісімшарт жасалды, 2000 жұмыс орны құрылды депсіздер. Енді осы жерде офтей келісімшарт дегенді біз қалай түсінуге болады? Қалай түсінеміз? Бұл енді біздің серіктестің шеңберінде ғана өткізілетін жаңа өндірістер құру бағдарламасы. Бұл бағдарламаның негізгі бір шарты, ол ондай өндірістің Қазақстан аумағында болмауы және холдингтің компаниялардан сонда көп ұзақ мерзімді сұраныс болу оған. Тек сондай тауарларға осындай жаңа бағдарлама шеңберінде жаңа өндіріс құрылады. Енді мен айта кетсем, мына жерде менде бір цифрлер бар. Мысалы, осы бағдарламаларды біз іске асыру арқылы 150 офтей келісімшарт жасалдық деді.
Яғни ол 150 офтейк компания, 150 компаниямен осындай шарт Мәселен, мәселен Қазақстан темір жолы, ол самұрық қазына жаңағы компаниялар тобына кіреді. Қазақстан темір жолы бір темір жолға қажетті детальды шет мемлекеттен алып келді, мәселен Қытайдан, ұзақ уақыт бойы. Сосын ары қарай сіздің айтып отқан шараңыздың негізінде сіздер отандық бір кәсіпорын құрасыздар ма, әлде қалай? Біз бұл пулға, импорт алмастыру пулына кіргізу үшін терең талдау жүргіземіз. Біздің холдингтің компанияларының арасында шетелден келетін тауарлар, қандай тауарларды сатып алады, алдымен соны зерттейміз. Содан кейін осы шетелден келетін тауарларды Қазақстанда шығарамын деген кәсіпкерлер болса, соларға қолдау жасаймыз. Тамаша, ол қандай қолдаулар? Қолдау ретінде біз қор жағынан оған тапсырысты береміз. Мысалы, оның тауарын шығарса, ертең біздің холдингтің компаниялары ол тауарларды сатып алады деген сөз. Яғни, ода ертең алаң болады дегендей. Яғни сіздер тапсырыс беру арқылы жаңағы кәсіпорынды қолдап отырасыздар. Бұл енді міндеттеле ма? Мысалы, сол компанияның құрамына кіретін, мәселен, жаңа біз айтқан Қазақстан темір жол, міндетті түрде сол өндірушіден сатып алу міндеттеле ма? Мәселен, отандық өндірушіден. Талаптар бойынша міндетті түрде сол келісімшарт бойынша сатып алу керек. Сонымен қатар осы жаңа өндірістер арқылы біз 2000 жұмыс орнын құрдық. Қазірдің өзінде. Қазірдің өзінде. Бұл қандай өндірістер екен жайында мәліметтер бар ма? Оның бәрін сіздер біздің порталда, бізде свой завод деген порталы бар. Сол жерде кез келген кәсіпкер, осындай шетелден келген тауарды өндірем деген үміті болса, онда соны қарап, сол жерден өтініш беру болады. Бүкіл информация, бүкіл ақпарат сол порталда орналасқан, бүкіл тауарлар, қазіргі шығарып жатқан тауарлар, біз келісімшарт бойынша алып жатқан тауарлардың бәрі ақпарат сол порталда көрсетілген. Бұл жерде баға деген дүние бар ғой. Мысалы, жаңағы шетелден келетін тауардың бағасы Қытайдан келеді ғой, енді бізде көбінесе, мәселен, Ресейден келеді. Сосын басқа осы елімізде өндіретін компанияның тауарына қарағанда бағасы арзандау делік. Дегенмен, жаңағы отандық компанияға сіздер басымдық бере аласыздар ма бұл жерде? Бұл жерде енді стандарттың талабына бойынша маркетинг, анализ жүргізіледі, талдау. Ол жағында қарастырылды. Әрине, ол бізге келетін пайда, біздің шығындарды да біз оны ескереміз. Сондықтан ол жан-жақтан қаралады. Ол тауардың өндіру, бұл мысалы, бұлда эффект болады ма жоқ па, соның бәрі қарастырылады. Сондықтан алдын ала шешім қабылдау үшін осының бәрі жан-жақты қарастырылып, содан кейін арнайы комиссия арқылы өтіліп. Яғни кәсіпкердің тарапынан сайтқа өтінім береді, сіздер осы өтінімді қарастырасыздар, жаңағы сатып алушы компаниялармен келіссөздер жүргізесіздер. Офтейк келісімшарт кімдердің арасында қол қойылады? Кәсіпкермен сіздердің ғана араларыңызда ма, жерде үш жақты ма? Бұл жерде қордың компанияның еншілес компанияларымен кәсіпкердің арасында келісімшарт. Түсінікті. Соңғы сауал. Кәсіпкерлердің тарапынан арыз шағымдар қаншалықты жиі түседі сіздерге, және олар қаралама сіздердің тараптарыңыздан? Енді біздің серіктестікте тек осы біздің құзыретімізге кіретін функциялар бойынша осындай сұрақтар келіп түседі. Бұл бізде, мысалы, қысқа нұсқа айтсаңыз. Бізде арнайы электрондық алаңда осындай сұрақтарға жауап беретін. Бізде, мысалы, колл-центр жұмыс істейді. Ол жерде бүкіл осы стандарт бойынша келетін сұрақтарға жауап беріледі, техникалық сүйемелдеу жүргізеді. Әр осы біздің қатысқан тендерлер бойынша сұрақтар болса, оны тұтынушылар әрине беруге болады. Сондықтан ақпарат екі тілде жүргізіледі, қазақ тілінде және орыс тілінде сұрақтарға жауап беріледі. Қай тілде сұрақ келеді, сол түрінде жауап береді. Көп рахмет, өзіңізге алғыс айтқым келеді. Бүгінгі уақытыңызды қиып бағдарламамызға қатысқаныңыз үшін. Мүмкіндігінше біз кәсіпкерлерге жан-жақты ақпарат беруге тырыстық деп ойлаймыз. Сондықтан алға дейміз тек қана. Сөз кезегі Мадина, өзіңізде.